Сәлеметсіздер ме, қазақ көрермендері? Менің аты-жөнім Есетова Салтанат Наурызбаевна болады. Мен Сұлукөл мектебінде бастауыш мұғаліммін, бірақ та биыл маған қазақ сыныбын ашылмай, маған аға тәлімгердің жұмысын берді. Сонымен қатар менде 1 сағат жаратылыстану, 1 сағат еңбекке баулу 2 сыныпта бар берілді. Яғни былтырғы сағат жүктемемде биылғы сағат жүктеменің арасында өзгеріс орын алды. Енді биылғы берген аға тәлімгердің жұмысына енді қыркүйек бойы менде жеке кабинет болған жоқ. Барлық сыныптарда сабақ өтіледі. Сондықтан мен қыркүйек бойы дәлізде немесе кезекшілік төменде оқушыларды қабылдау орнында өз қызметімді атқардым. Енді бүгінгі берген кабинетінің жағдайы мынау болып тұр. Кітаптың қоймасы, мынау кітаптың қоймасы, мынау бізде артымызда сынып терезе. Енді қараңыздар, жаңа ғана еден жуушылар жуып кетті. Еден жуушыларда қолдарында қолғап жоқ, өйткені оларға қолғап бермейді екен. Және тряпкалері өздері үйден алып келген қара ала тряпкалер, яғни оларға шүберек те берілмейді екен. Яғни беруге тиіс. Және былтыр әжетханада қағаз тұратын, биыл әжетханада қағаз жоқ. Әркім жеке апарса апарат, апармаса оның қалай әжетханадан қалай өзінің қажеттіліктерін өтейтіні белгісіз. Яғни қағаздың болмауы. Әжетханада қағаз жоқ, сабын бар, қағаз жоқ. Енді бір мәселе. Енді ол жарайды, менде аз сағат болып қалды делік. Бірақ та мен енді шүкіршілік ететін адам, өзім тәубені жақсы көрем, yani шүкіршілікті жақсы көрем. Бірақ енді бұл өзінің енді оны пайдаланып сағат бермеу, біреудің сағатына қызығып тұрғанда жоқпын. Заңдылық болса екен. Бірақ бір мұғалімге мысалға көп еңбекақы төлейді екен да, бірақ оны заводшыға қолма-қол оның ақшасынан үзіп береді екен. Яғни ақшаны деген, яғни банк бойынша, заңдылық бойынша барлығы дұрыс сияқты дейді, бірақ сабақты басқа мұғалім береді. Солай өзара келісіп алған. Ол бір мұғалім емес, 2 мұғалімде немесе мен білмейтін тағы бір оқиғалар болуы мүмкін. Яғни сол оқу заводшы осының барлығын істеп отыр. Енді ана 5-ші қазақ класы, мен биыл 4-ші сынып жіберген түлектер, оларда математика мұғалімі жоқ. Новенький мектебінен мұғалім алдырып отыр. Ол мұғалім онлайн келіп береді. Яғни оның өзі бірде онлайн қосылу мүмкіндігі бар, бірде жоқ. Сонымен қатар орыс сыныбында да физика мұғалімі жоқ, онлайн береді тоже. Ол бірде эфирға қосылып атады, бірде қосылмай атады. Ол жаңағы айтқан математика, физика мұғалімдері ол қыркүйектің 15-нен бастап беріле бастаған мұғалімдер. Оған дейін 15 күн бойы 5-ші А сыныбында математика сабағы мүлдем болмаған. Сонымен қатар басқа да заң бұзушылықтар бар деп өзім тоспалдап отырмын. Себебі енді 15 күн математика болмаған жоқ. Одан кейін онлайн бастады ғой. 1-2 рет келді ана новенький мектебінің мұғалімі келді.
мұғалімі жақсы енді, бірақ та сол онлайн болып тұр. Оның барлығы шешілмеген. Сосын мен негізі жоғарғы білімім бар. Мен маған тәлімгерді беріп тұр. Ал жоғарғы білімі жоқ, стажы аз, категориясы жоқ мұғалімге тәрбие завучының орнын беріп тұр. Бұл жерде де бір түсініспеушілік бар деп ойлаймын енді. Тағы да айта кететін жайт, сол оқу заучы зейнет жасына шықты былтыр қаңтарда, бірақ жұмысын жалғастырып жатыр. Оқу жүктемесі енді оның артып тұрғандықтан ол басқа классқа сабақ береді де, бірақ ана басқа мұғалімнен қолма-қол ақша алады. Сондай құқық бұзушылықтар бар. Алдында мен қалаға барғанда арызданғым келген, бірақ үлгермедім, өзім белгілі бір жағдайларға байланысты. Енді жаңағы көріп тұрсыңдар, кабинеттің өзі енді адам көргісіз. Мен отырмын, сырыс бар, ішінде иісі бар, ескі қойма ғой, кітаптың қоймасы. Бірақ еден жуушылардың еңбегі адал, үнемі жуып кетеді, таза. Енді бізге директор ауысқалы, енді ауыспай тұрып та бірен-саран енді заң бұзушылықтар болады ғой, бірақ мына ауысқалы енді ешқандай түсінушілік жоқ. Сағат маған қол қойдырып алды, сен осы лауазымға келсесің деген, тәлімгерге. Маған айтады, қайда барсаң онда бар, қайда жатсаң онда жас дейді. Енді басқа да айтарым көп. Енді келсеңіздер, өзім жеткілікті түсіндіріп айтып бере аламын. Енді өзімнің енді келіп көздеріңізбен көрсеңіздер, рахмет тыңдағаныңыздарға.